Мен Жұмабаева Индира Дәуренқызы 2024 жылдың оқу жылының басынан бастап Жарылқасын Отарбаев орта мектебінде жас маман болып биология пәнінен орналастым. Осы кезеңде менің тәлімгерім Сатмаханова Ләззат Ораққызы болып тағайындалды. Тәлімгерім мені кәсіби тұрғыдан дамытып, педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыру бойынша бағыт-бағдар берді. Ләззат Ораққызының кеңесімен мен өз сабағымды тиімді ұйымдастыруды үйрендім. Оның көмегімен әр оқушының деңгейіне сәйкес тапсырмалар әзірлеуді меңгердім. Кері байланыс, оқушылармен кері байланыс орнату әдістерін жетілдіріп, олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға қол жеткіздім. Интерактивті құралдарды пайдалану, электронды оқыту платформаларын қолдану арқылы оқыту процесін қызықты әрі тиімді ете түстім. Мен тәлімгерім арқылы ғылыми жұмыстарға жетекшілік, оқушылармен ғылыми жобалар мен зерттеу жұмыстарын жүргізу жиі кеңесіп, олардың қабілеттерін арттыру мақсатында әртүрлі зерттеу әдістерін енгіздім. Құжаттама жүргізуді үйрендім. Оқушылардың үлгерімін бақылау, баға қою және тест тапсырмаларын дайындау бойынша тәжірибе жинақтадым. Осы жарты жылдық ішінде менің оқушыларымның жеткен жетістігі: 10 сынып оқушысы Жалдыбай Балнұры аудандық ауыл олимпиадасынан 1-ші дәрежелі диплом. Ауданда өткен ғылыми жобадан 7-ші сынып оқушысы Сұлтан Нұрислам 2-ші орын. Аудандық олимпиададан 10-ші сынып оқушысы Жалдыбай Балнұры 3-ші орын, 7-ші сынып оқушысы Ысқақ Аяжан 3-ші орын алған болатын. Бұл орындар оқушылардың биология пәніне деген қызығушылықтары мен менің сабағымдағы жұмыстың нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар, осы оқу жылынан бастап 5-ші сынып жетекшісі болып бекітілдім. Менің сыныбым өте белсенді сынып, озат оқушылар өте көп, ата-аналардың қолдауы ерекше. Ендігі кезекте мектептен тыс марапаттарға тоқталсам, жарты жылдық жұмысым барысында ауыл әкімінен алғыс хат алған болатын. Бұл алғыс хат ауылдың әлеуметтік жағдайына қосқан үлесім үшін берілген болатын. Екіншіден, республикадан алғыс хат, референдумға байланысты республикалық сайлауда белсене қатысқаным үшін алғыс хатпен марапатталдым. Бұл кәсіби қызметінің аясын кеңейтіп, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысуымның көрінісі болып табылады. Қорытындылай келе, осы жарты жыл ішінде мен көптеген жаңа дағдыларды меңгеріп, оқушылардың биология пәні бойынша жетістіктеріне үлес қостым. Оқушылардың ауыл және аудандық олимпиадаларда табыстары менің жұмысым жемісі болып табылады. Тәлімгерімнің қолдауымен кәсіби дамуымды одан әрі жалғастырып, болашақта оқушыларымның білім деңгейін көтеру үшін бар күшімді салуды мақсат етемін.